Маусым айының 10 мен қыркүйектің 10 аралығында Астана қаласында Экспо 2017 халықаралық көрмесі өтті. Оған әлемнің 115 елінен 18 халықаралық ұйымдар қатысатын болды. Бүгінгі күні қазақ еліне алғашқы делегаттар да келе бастады. Халықаралық көрмеге наурыз айынан билеттер сатылуда. Теміртаулықтар да Қазпошта бөлімшелерінен билеттерді сатып ала бастады. Билеттің құны 4.000 теңгеден 8.000 теңге аралығында. Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінің студенті Еламан Қайым да халықаралық көрмеге қатысу үшін билет сатып алғандардың бірі. Мен қазір ғана Экспо 2017 көрмесіне билет алдым. Мен барлық Қазақстан азаматтарын осы Экспо 2017 көрмесіне шақырамын. Ол жерде болашақтың қуаты атты тақырыпта үлкен көрме өтеді. Бұл келешегіміз үшін бізге өте маңызды деп ойлаймын. Барлықтарыңызды Экспо 2017 көрмесіне шақырамын. Халықаралық көрмеге соғыс ардагері мүмкіндігі шектеулі жандар, жетім балалар, 6 жасқа дейінгі балалар кіруі тегін. Билеттерді алдын ала сату 9 маусымға дейін жалғасады. Қала әкімінің орынбасары Ғалымжан Сыпабеков баспасөз мәслихатында бұл орайда теміртаулықтардың да белсенді жұмыстар жүргізіп отырғанын атап өтті. В реализации государственной политики должны принять участие все граждане нашей республики. Мен еліміздің саясатын жүзеге асыру барлық қазақстандықтар атсалысуы тиіс деп санаймын. Бірінші орында әрине мемлекеттік қызметкерлер. Біздің бұл басты міндетіміз, және азаматтар мемлекеттің саясатын іске асыруға белсене қатысу керек. Қаланың 1 және 4 емхана басшылығы ұжымның бірқатар үздік қызметкерлерін балаларымен халықаралық көрмеге барып қайтуына ішкі резервті мүмкіндіктер қарастырып жатқандығын айтты. У нас есть внутренние резервы мотивировать лучших сотрудников, в том числе мы рассматривали именно с детьми, именно с родственниками, с семьями. И где-то вот, ну если не 10, с 12, с 15 июня, без ущерба для работы, оплачиваем мы будем думать, как мы будем довозить все, транспортом все, чтобы наши лучшие сотрудники посетили эту выставку, потому что там многое можно посмотреть за счет средств именно внутренних резервов. Қалалық кәсіподақ комитетінің басшылары да теміртаулық көптеген еңбек ұжымдарынан да Экспо көрмесіне қатысуға ұсыныстар түсіп жатқандығын мәлімдеді. Ғалымжан Сыпабеков теміртаулықтарды еліміз тарихындағы осы маңызды оқиғадан тыс қалмай көрмеге баруға шақырды. Мы призываем граждан посетить выставку, посмотреть наши достижения, что нас ждет в будущем, какие источники альтернативной энергетики мы будем в будущем пользоваться. Помимо этого, я хотел бы сказать, что на Экспо даже надо посмотреть глазами детей, то есть детей с собой брать. Может быть, в взрослом ввиду занятости не могут вырваться, но все-таки надо, чтобы дети видели это, наши достижения, потому что именно дети будут в дальнейшем это все реализовывать.